Жаңа айтысқа берілетін уақыт 30 минут. Соны өздеріңіз есептеп, аяғы таянғанда байқаңыздар. Сосын мынау сіздерге қайта-қайта айттық, бұл тәуелсіздік туралы айтыс. Сондықтан ұсақ түйекті айнала бермей, кішкене кеңірек айтып, мынау біреу жеткен, біреу жетпеген тәуелсіздік. Осының ауасын жұтып, дәмін татып, осы бақытты көріп отырып, Астананың тәуелсіздікті көрген жолдамасына ақынның қандай бақыты бар? Бірінен кесектен соғымдар ақындар. Қасиетін оғынамын, өйткені сөйлей шынығамын. Бойыма алладарым бергеннен соң жалтарып жолдан неге бұрыламын. Айтыс десе арқасы қозатұғын біздерге көрерменнің сыры мәлім. Қиғуыңды естіп шабыттанып ықылас пейіліңе жылынамын. Сіздер келіп шапала құрған сайын шарқырып онан бетер жылынамын. Дулат баба тойында топ жарайын, ұққанға өлеңі от жыры жалын. Сондықтан сөздер керек Дулат ақын ғасырда бір туатын ұлы дарын. Ғұлама әруағына арналғасын білемін бұл айтыстың құны барын. Аламан Астанада өткеннен соң арқырап алдың дәмін құбыламын. Ендеше екпіндетіп сөз сөйлейі қоңғысы келмесір әті құрғағым. Ассалаумағалейкум армысыздар, ұлыларын ұмытпас, ұлыға ұмай. Ай Астана сенің ыстық атың маған, сен ойламай ешбір таң атырмаған. Бақытты болашаққа бастайтұғын өзіңсің өргеуделі батыр қалам. Қазақтың басындағы бар тірліктің қайнар көзі өзіңсің қарқындаған. Ұйтқысы да өзіңсің ұлтымыздың, сондықтан қазақ үшін алтын баған. Бұл күнде бартан қалып басын шайқап, естіді Астананың атын қалам. Осындай Астананың төріне кеп бізге десін шабыт шақырмаған. Айтыста азулыға дес бермейтін, кез келді аман жолдай ақын маған. Ел айта жүретұғын айтыс жасап, жігерді танытайық лапылдаған. Жігерді танытам деп лапылдаған, кетіп қалып жүрмесін ақын маған ай. Ай жырым барда мен кімнен жасқанамын. Жөн шығар жұмысымды бастағаным. Көрермен көпшілікке көптен мәлім, талайды көш соңында тастағаның. Тыңдағанды тәнтетіп жүретұғын, сенің дәсем әсерлі асқағаның. Ендеше жадыратып кетейікші айтысқа келген елдің қасқабағын. Әдемі сөздеріңді төкшігәне көз тоймас келбетіндей Астананың айы. Ағайын айтысайын осылай айтылады көптерек. Бүгінде неден аянам, аман жолдай ақынға кез келгеннен соң бетме-бет құрдасым деп байқамай, өктем сөйлесем кетіп жүрме өкпелеп. Жасамаса қызықты көрермен бізді жек көрет. Сөз базары қайнасын, сөз базары қайнасын, бағымыз бастан таймасын, халық көрсін пайдасын. Көптен бері өткенде аламан мұндай өтпебет, кезегіңді берейін, қапыда қалып жүрмеген қамыңды жаса ертерек. Халқым бар рух беріп жүгерлеген, жігітем талайларды жүгендеген. Аман жолдай құрдаспен сен жолықтың, қапы қалып ақысын жібермеген ай-ей-ей-ей беу. Жолы болған жігітсің қырсық шалмай, өнерде өзің
bir özüңe ырзық бардай. Апыл-ғұпыл бастадың бұл айтысты, ағып жатқан өзенге тұншыққандай. Ендеше сөз кезегін мен алайын, дауылды жаңбырдан соң күн шыққандай. Кезім жоқ жүр есігін жалған ашқан, мен үшін биіктік жоқ ардан асқан. Алла жарақ жол тайлап сөз бастасам, сөзім жолымды мейірленіп Аллам ашқан. Сүйіншілі үміт көп жүрегімде, ордалы 30 деген арда жастан. Қан сонарлы сәтімді аңсап келдім, қырандай қасқырғанын қарға шашқан. Ақынның жырын тыңдап арқаланған, айналдым алдымдағы арлалаштан. Мұнарлы мұңды күнің артта қалды, қайғы мен қадамыңды жарға басқан. Кешегі бодандықтың түңілігін, арайлы азаттықтың таңдар ашқан. Тәуелсіз көк байрақты Қазақстан, қадамың сәтті болсын алға басқан. Ұлтымның тағдырының куәсі бол, әулиелі қара жер заңғар аспан. Тәуелсіз қазағыма сәлем бердім, әлемнен азат күнде әруақ асқан. Балаңның біреу едім емен белді, толғансам көкірегімді өлеңгерді. Дүбірлеп бабатайдың баласы өткен тобығына жеткізбей терең көлді. Азаттық жайындағы сырлы ойлар бар, оқысаң дулат жазған өлеңдерді. Зар заманға сын айтқан заңғар тұлға, халқының қамын ойлап көгендеулі. Бүгінгі айтысымыз құтты болсын, еске алған дулатсынды кемеңгерді. Жақсы айтыс басталады басталмаған, қос құрдас шықты міне асқарлаған. Аудандық маслихатқа сайланыпсың, парызыңды ақтауға ақталмаған. Депутат Әбілқайыр екенсің ғой, апырау бұл күн десем аттандаған. Жігітсің ойламаған қара басын, шарықтат шабытыңның шағаласын. Сайланып сырдан келген сүлей болсаң, өлеңіңді қалың ел бағаласын. Еліңнің жаңалығын айта отыр, мейірленіп тыңдасын аралашым. Әкімің қандай тірлік бітіруде, сырбазданып көтерген қарағасына. Ай, сенімен қандас едім, теңдес едім. Мен де қолдан намысты бермес едім. Бойыма алладарым бермес егер, ізіне тектілердің ермес едім. Жаңағы өзің айтып өткен сынды, мен дағы сүлейлермен жерлес едім. Екпіндетіп бастадың деп айтасың, онан басқа екпінді көрмес едім. Өзіңді жақындардан мен сескенсем, Астанаға айтысқа келбес едім.
Ay Аманжол екпенімді бөлек деді. Қабылдай алмаймын ғой ол өкпені. Құрдастың да әзілі жарасымды. Әйтеуір жағамнан ап өбек деді. Ендеше шабысымды байқатайын. Бір қимылды көрсетіп керектегі. Небені Аманжолмен айтыстым деп үндемей отыруым керек деді ауай. Ай ақымның қал жағдайым білген көптің. Ешкімнің мойнына мінген жоқпын. Кешегі депутаттық сайлаудағы халық өзі лаулатып үрген отпын. Барлығы бір ауыздан дауыс беріп, Алла қолдап депутат бірден боппын. Бар ойым елге көмек беру ғана, әйтпесе мен жұмыссыз жүрген жоқпын. Ай үзіле тектілердің ерсем деймін. Көңілді сәлде болса бөлсем деймін. Бюджеттік бас қосуға араласпай көзбен көрмей ешкімге менсенбеймін. Сондықтан ақындықты пайдаланып депутат боп бір көмек берсем деймін. Ауылдағы шешілмей жатқан кейбір мәселені көтеріп көрсем деймін. Халыққа сәлде болса пайдам тиіп, өлсем де абыроймен өлсем деймін. Ай елдегі тірлікті айтып шаттан алам. Шаттанар жайларды айтып ақтар алам. Талай тірлік басталды сыр елінде, жүрген соң нұр үй сайып бас боп оған. Ауыл жылы аянып қалмайық деп әкім 1000 үй салуды жоспарлаған. Бір жылда 350 үй тұрғыздық. Жас мамандар бір-бірден баспана алған. Көпірді де бітірдік, көп күттірмей. Сауабы көп өткелден растау алған. Қалаға келешекте газ кіреді. Бұл тірлікте жоғарыдан растау алған. Осындай тірліктер болып жатқаннан соң Аманжол шаттан алам, мақтан алам. Ай біз талай тамашаға тап келгенбіз. Тап келіп басында үлкен бақ көргенбіз. Ал енді бір ауданның өзінде де бір жылда 6 үйді сап бергенбіз. Ақынын іздей тоғын әкім келіп Адырбектей ақын құй ап бергенбіз. Ал енді ол аз болса мына менің астыма темір тұлпар ат бергенбіз. Манаптың шәкіртіне үй керек деп орталықтан 10 бөлмелі үй сап бергенбіз. Сондықтан мақтанамыз, шаттанамыз, өйткені сондай әкімге тап келгенбіз. Сондықтан да Аманжол, осындай тірлік жасаған әкімді нағыз әкімдер. Жаудан елін қорғаса, еш уайымы болмаса, қайсарлығын көрсетсе, батырды нағыз батыр дер. Астанада боп жатқан тірлікті сенде жырлатшы, міне осындай сәттерде ақынды нағыз ақын дер. Белгілі биігіңе өрлейтінің, ел орда Астанаға төрлейтінің. Кешегін артай жаққан шырақ болсаң, ғасырмен бірге жасап сөнбейтінің. Депутаттық мансапқа ілінген соң, белгілі ендеш қашан өлмейтінің. Ай-ей-ей-ей беу. Осылай сарқылмастан басталамын, алашымды тербесін асқағаным. Жырла деп оң жағымнан сұрап отсаң, жаңалығын жырлайын Астананың. Ай-ей-ей беу. Кешегі артта қалды ащы күнім,
шапағын азаттаңдар шашты нұрын. Қар өткелге тігілді алтын ордам, иншалла қадам оңға басты бүгін. Жаңалық Астананың тұрғындары 2,5 миллион адамнан асты бүгін. Ей беу. Шипа боп ғаламзаттың жарасына, үн қаттық адамзаттың баласына. Дәстүрлі түрлі діннің өкілдері бас қосты еркесілдің жағасына. 6 жасар аяулы Астанамыз айналды бейбітшілік қаласына. Ей беу. Жауаптан құрдасында жасқанбады, атағым күн астында аспандады. Сағат сайын ер жетті Астанамыз, Алпамыс батыр құсап тастандағы. Ғаламат бәйтерегім бой көтерді, маңдайы күнге жеткен аспандағы. Төбесіне шықсаңыз көрінеді Аралдың шағаласы Қасқалдағы. Әлем тамсанатындай қала салдық, қазақтың осы еметпет бастарманы. Ей беу. Қоздырып қызылғанды тамырдағы, суырдым жыр семсерді қабындағы. Шұбыртып айтайын жаңалықты, көгалалы жылқыдай табындағы. Елорда Астананың әкімі боп Темірхандай ергелді бабындағы. Жолаушының тынысын кеңіткендей темір жол вокзалының салынғаны. Халықаралық әуежай жасақталған, әлемнің ұшақтарын қабылдады. Океанариум ашылды балықтардың, үлкендігі өзіңдей жанымдағы. Ей көсемі талай елдің келіп кетті, болашақ бақытым-ау сеніп кетті. Бейбітшіліктің меккесі болады деп, таңдай қағып бағасын беріп кетті. Ей беу. Түңлігін Елордамның күн түреді, серпіліп сағат сайын бір түледі. Әлемдегі ғажайып шаһарлардың Астанаға келуде үлгілері. Күн ертең Парижбенен Анкарадан Астанам асып түсер кім біледі.